запись жіберіп қойық. Кеттік. Бірінші сұрақ біздің тест-центр онлайн талдап отырмыз. 30 сұрақ ішінде бәріміз білетін. Ең бірінші сұрақтан бастаймыз. Бұл жерде бүкіл тақырып қамтылған. Бірінші сұрақ не дейді? Дыбыс толқыны ауадан суға өтті. Толқынның таралу жылдамдығы артады, кемейді, өзгереді, өзгермейді. Бұндай сұрақтарды қалай табамыз? Арта ма, кемей ма? Енді яғни артады, либо кемейді. Бұл жерде дыбыс толқынының, жалпы дыбыстың ауадағы жылдамдығын білу керек. Ауадағы жылдамдығы 340. Көп есептерде жақшаның ішінде тұратын тұрақты шама. Ал судағы жылдамдығы ол 1480 метр бөлінген секунд. Получается, ол 340 пен келе жаттыдағыны суға енген кезде 1480 мен қозғалып кетті. Сәйкесінше оның жылдамдығы 340-тан 1480-ге не істеді? Әрине артты. Получается, дыбыс ауадан суға өткен кезде оның дыбысының таралу жылдамдығы артады деген сөз. Ағай, толқын ұзындығы мен жиілігі өзгермей ма? Жақсы сұрақ қойды, Нұртілеу, қараңыздар енді. Жылдамдық артады. Одан кейін нәрсе қараңыздар, лямбда тең бізде жылдамдықтың негізгі формасы бар, v бөлінген нью деген. Бізде получается жылдамдық артты ғой. Жылдамдық артса, толқын ұзындығы тоже артады деген сөз. Өйткені тура пропорционал. Ал енді жылдамдықты артса, толқын ұзындығы артса, жиілік не істейді? Значит, өзгермейді деген сөз. Яғни жылдамдық бөлінген толқын ұзындығы, мысалы жылдамдық сінде 3 есе артса, значит, толқын ұзындығы 3 есе арту керек болады. Қысқараттағыны жиілік не істейді? Сол күйінде өзгеріссіз қалып кетеді. Жиілік өзгермейді. Если бір жиілік сұраса, жиілік өзгермейтін бір ғана шама бар, ол жиілік деген нәрсе. Ал толқын ұзындығы мен жылдамдық бірдей артып отырады. Жылдамдық артса, толқын ұзындығы артады, ал жиілік өзгермейді. Өте маңызды теория кетті, 3 теория. Естеріңізді жақсылап сақтағаныңыздар, окей? Бір ортан екінші орта өткен кезде олардың жылдамдықтарын мәндерін ғана салыстырсаңыздар жеткілікті. Келесі сұрақ бізде екінші сұрақ дейді. Горизонталь жолда тұрған массасы 1,5 тонна автокөліктің салмағын табыңыздар дейді. Бұл біздегі ең қарапайым формулалардың бірі F тең M көбейтілген G. 1,5 тонна дейді. 1,5-ға 10-ды көбейтсек бізде 15 шығады. И килоньютон дейміз. Не үшін кило? Өйткені бұл тонна болып тұр. Тонна 10-ның 3 дәрежесі, кило 10-ның 3 дәрежесі. 1,5-ға 10-ды көбейтсек 15. 15 килоньютон. Бұл жерде А жауабын сөзсіз белгілеп кете береді екенбіз. Келесі біздегі сұрақ, үшінші сұраққа кеттік. Массасы 1 тонна жүктің потенциалдық энергиясы 10 килоджоульға тең болатын биіктігін сұрап тұр бізден. Бұл біздегі энергияның негізгі формуласы, потенциалдық энергияның, ол бізде mgh деген формуласы бар. Потенциалдық энергияның маңызды формулаларының бірі. Дәл осы жерден бізге нені сұрап тұр? H-ты сұрап тұр. Егер осы формуладан H-ты тап десе, жәндегі mg қаға кететін еді? Әрине астына кетеді. Төменге кетеді. Ал үстінде энергиясы бар. Тең болады. Энергия деген ол бізде 10 килоджоуль дейді. Яғни 10 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі деп жазамыз міндетті түрде. Бөлеміз. Масса бізде 1 тонна дейді. 10-ның 3 дәрежесі деген сөз ig бар бізде. В общем, бәрі қысқарып кетті. Мына жерде 1 метр қалады екен. Түсінікті ғой. Мына жерде тоже бір случай 10-ның 3 дәрежесі деген. Бұл тонна, ал 10-ның 3 бұл кило. Килоджоуль деген және де тонна деген. Барлық нәрсе қысқарады, 1 метр қалады. 1 метр деген ол бізде С жауабында тұр екен. Осындай сұрақ, осындай есеп. Ағайында екінші сұрақта бар ғой, бізде горизонталь деп тұр, онда ойыс көпір, дөңес көпір деген келгенде несі өзгереді ғой, салмағы яғын? Горизонталь деген, значит, түзу жолда тұр деген сөз мынандай. Түзу жолда тұрған автокөлік деген сөз. Бірақ уже бұл автокөлік егерде ойыстан өтсе, немесе дөңес, үстіңгісі дөңес, астыңғысы ойыстан өтсе, уже салмағы басқаша болады. Дөңесте салмағы аз болады, мына жердегі салмақ азаяды, ал ойыста салмақ көбейеді. Өйткені жоғары көтеріледі, ал дөңесте төмен қарай түседі. Динамика тарауында осы нәрсе ашып түсіндірген болатын. Барлықтарыңыз сабақ сіздерде бар. Қараған шығарсыздар. Келесі сұрақ бізде 4-ші сұрақ дейді. Зат мөлшері 2 моль. Бір атомды газдың ішкі энергиясы 4986 джоуль болса, оның температурасы дейді. И R бар бізде. Бұл бізде 4-ші сұрақ. 4-ші есеп. Заттың мөлшері 2 моль дейді. Бұл бізде термодинамика тарауы, термодинамика тақырыбы, именно бірінші заңы етін. Бұл то же самое сіздерде бар сабақ, бұған жеткендеріңіз бар, әлі жетпегендеріңіз бар. Зат мөлшері 2 моль дейді. 2 моль. Ал ішкі энергиясы 4986 джоуль дейді. Получается, ішкі энергия дегеніміз бұл бір атомды дегені үшін 3 бөлінген 2 нью РТ-ға саламыз.
егер 2 атомды дегенде, онда біздегі коэффициент не болатын еді? 5 бөлінген 2 болатын еді. 5 бөлінген 2. Бұл 2 атомды үшін. Ал 1 атомды 2-ден 3. Осы жерден бізге тыны тап деп тұр. Дәл мына ситуацияда тыны табу үшін біз не істейміз? Бөлшек 2-ні уға көбейтеміз. Сөйтеміз де үстіне жібереміз оны. Астына жәндегі мына 3-ін жібере саламыз. Мына жәнде тұр. 3 нью р астына кетеді. Тең 2 көбейтеміз. Ішкі энергия 4986 деп қойыпты. Нефтемусан. Бөлеміз осыны 3 нью деген бізде 2 көбейтеміз r 8-де 31 деген сөз. Мына жерде бір мен бір нәрсені түсініп тұрған сияқтымын. 3 жердегі 2 менде 6-ны береді. 6-ға 8-ді көбейтсем, 6-ға 8-31-ді көбейтсем, менде осы жерде 49-да 86 шығатын сияқты. 49-да 86 шығатыны көрініп тұрған сияқты берді. Nerede 2 көбейтем 4986. То есть бекерден бекер бұның мынандай сан бермейді. То есть 3 жердегі 6, 6 жердегі 8, бастапқы, бүтінмен көбейтсек 48, артындағы 31 мен 49-да 86 дұрыс, өте дұрыс. Екеуі қысқарады дағыны 4986 мен 49-да 86 қысқарады дағыны, яқта 2-0 қалды ғой? 200 бар. Сонда 200 болады. Молодец. 200 Кельвин шығады деген сөз екен. Ол бізде С жауабында тұр. Такс. Бақалюк, видеоны сақтаймын, точно сақтаймын. Если прям септарыңыз қуалап жатқан болса, түсінем әрине. Но если басқа жаңағыдай параллельно сабақтар болып қалса, без проблема, сол жаққа кіре тұрсаңыздар болады. Мен записьті сақтаймын. Енді просто көпшілік анда запись сақтайды аға дейді, шығып кетеді. Сөйтіп 1-2 оқып шығады, 1-2 оқып үшін. Эфирде отқандардың әрине мен үшін де жақсы. Именно қазір кім шығып кетеді? Болмайтын случаймен келесі жылы ссылка жібермеймін оған. Ашуланып кеткенсің ба? Так, Эльмира отыр екен ғой бұл жерде. Эльмира отыр. Все. Ағай отыр. Жақсы, молодцы. Айкенский, что там ответ қайтармайсың өзінше? Жоқ, просто қарап отырмын, білетін нәрселер. Жоқ, бағана нені айтам да? Чатты айтам, чатты. Ұйқыдан тұрып отқан просто. Жібермей қойын ба деген, мен жібердім. Так, все, Бақалек, без проблем, конечно. Енді 120-тегі сабақтарыңа түсте болды. Просто азында өтейді десең, көпшілік енді мектептерде кейбіреуін сабақ болады. Кешке, қазір именно кешкі уақыт, 3 күннен кейін актуальный болады кешкі уақыт. Өйткені қазір бәрі кешкі уақыт ауыз ашады, ауыз ашқаннан кейін каким-то образом сағат тез 12 болып кетеді. Ұйықтайсың, сәресі болады үшін. Кеттік ары қарай. Молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидалары дейді. Бөлшектер арасында әсерлесу болмайды дейді. Жоқ, әсерлесу болады. Бөлшектер бір қалыпты қозғалып дейді. Уже қате, өйткені бөлшектер бейтарап, бейберекет қозғалады, бір қалыпты емес. Бөлшектер заттардан тұрады, және олар үздіксіз қозғалып өзара әрекеттеседі. Мәсәлән, бір жауапқа тағасат береді. Заттар бөлшектерден тұрады, және олар үздіксіз қозғалып өзара әрекеттеседі дейді. Жоқ, мына жауап берсеген. Nerede заттардан тұрады деп қойған екен, міне. Апайсан варианттардың бірі. Заттар бөлшектерден тұрады. Бөлшектер заттардан емес, заттар бөлшектерден тұрады. Атом және молекула деген ең майда екі бөлшектен тұрады. Үздіксіз хаосты қозғалып деген, яғни бағыты жоқ, бейберекет қозғала береді. Д жауабы дұрыс екен. Заттар бөлшектерден тұрады, және олар үздіксіз хаосты қозғалып өзара әрекеттеседі. Бұл бізде Д жауабы дұрыс екен. Бұл бізде 5-ші сұрақ. Келесі 6-ші сұрақ дейді. Оттегі молекуланың орташа квадраттық жылдамдығы 500 метр секундқа тең болатын температурасын табыңыздар дейді. Жалпы МКТ-ға уже осымен бізде үшінші есеп келіп отыр десек болады, термодинамиканың МКТ-ға. Алдында осы МКТ-ның сұрағы келді, енді МКТ-ның есебі келіп отыр. Бұл бізде 6-шы сұрақ. Жалпы МКТ деген тақырып ол всегда актуальный болып қала береді. Ол всегда актуальный. Жылдамдық берілген бізге 500 метр секунд. Орташа квадраттық жылдамдық деген, ол бізде 500 метр бөлінген секунд. Бізге температурасын табыңыздар дейді, абсолют температурасын. Енді сәйкесінше, жалпы орташа квадраттық жылдамдықтың формасы бізде былай екен. В квадрат тең 3RT бөлінген үлкен М деген формасы бар екен. Бұл молекулалық физика тақырыбындағы формула екен. Дәл осы жерде бізге нені тап деп тұр? Тыны тап деп тұр. Получается, В квадрат көбейтемін М бөлінген 3R деген сөзде. Мен мынада квадрат не үшін тұр? Өйткені есептеу квадраттық жылдамдық деп айтқан.
бұл всегда квадраттық жылдамдық деп беріледі, и поэтому квадрат қоюымыз қажет. Все, осы жерден біз не істейміз? Осы жерден біз температураны табамыз. Дәл осы формулардан температура деген затты табатын болсақ, біз не істейміз? Біз есептейміз. Тең болады. Так, v квадрат дейді. Так, v квадрат дейді. 25 500 деп берілген 25 көбейтілген 10-ның 4 десем, болады. Артындағы 2-0 квадраттасақ 4 болады. Көбейтем m дейді, менде 32 көбейтілген 10-ның минус 3 деп берілген екен. Жақшаның ішінде тұр. Бөлемін 3, көбейтемін r дейді. R деген бізде 8-де 31. Бұл жерде тағы бір қызық нәрсе көрініп тұр. Қараңыздар, ондай нәрсені көре білу керек біз. 3-ті 8-де 31-ге көбейтсек, 3 жердегі 8 24. Артында 3-і бар. 24-те 9 болады. 25 деген сөз. Значит, жоқ деген сөз ғой. Получается, бізде не қалды? 32 қалды, и 4 пен 3 қысқарады да 10-ның 1 дәрежесі қалды. Ол 10 деген сөз. 32-ге 10, 320 кельвин. Ол бізде е жауабында тұрған, примерно сезіліп тұр ма? 320 кельвин. Так, все. Кеттік. Бұл бізде 6-шы сұрақ болатын. Келесі сұраққа көшейік. Параллель жалғанған өткізгіштері үшін орындалатын шарт дейді. Параллель жалғанған кезде ең бірінші қасиеттері не орындалады? Бұл жерде бір дестен е вариантын сыз тастауға болады. Е вариантын мүлдем белгілеуге болмайды бұл жерде. Не үшін десеңіздер, кернеу олай бөлшекпен жалғанбайды никогда, То же самое а вариантында сыз тастауға болады. Не үшін r1 қосу r2 қосу r3-тен ол тізбектейтін шарты. Ал енді параллель жалғанған кездегі бірінші шарт қандай болады? Мінекей 1 бөлу r тең 1 бөлінген r1 қосылған 1 бөлінген r2. Бұл кедергі үшін. Бұл жердегі кернеулер сосын өзгермейтін. U1 тең U2 тең болады. Кернеу тұрақты болады. Ал ток күштері өзгеретін. То есть I1 қосу I2 қосу кете береді. Мынау үш жағдай параллель жағдайдың ситуациялары. Үшеуі де параллельдікі. U1 тең U2 деген бізде мінекей С жауабында тұр. Көрдік қой. Получается A, B, D деген үшеуі нердегі A, B, D үшеуі тізбекте жалғану. Параллель жалғанған тек біреусі ғана, ол бізде С жауабында тұр екен. Өте қарапайым сұрақ. Бұндай сұрақтардың әрине бал жинап өткізіп алмау керек бұндай жерде. Бұл 7-ші сұрақ. Келесі сұрақ бізде 8-ші сұрақ. Радио толқындар көмегімен объектіні тауып, оған дейінгі қашықтықты және оның кеңістіктегі орнын, қозғалыс жылдамдығын анықтау. Бұл бізде радиолокация деп айтылады. Мынау теориялық сұрақ. Жалпы радио толқындардың көмегімен жалпы объект тауып, оған дейінгі қашықтық, қандай жылдамдықпен айналып жатқандығын анықтау үшін қолданылатын, спутниктерде қолданылады, хабар тарату барысында қолданылатын негізгі құрал радиолокация деген нәрсе. Ал қалған дүниелер олар басқа нәрсені түсіндіреді. Қате бөлшектер бар. Электронның антибөлшегі дейді. Электрон деген ол бізде -1-ден 0. Оның антибөлшегі бізде позитрон. Популярный сұрақ. Электронның антибөлшегін сұраса, позитрон деп атайды екенбіз. Келесі сұрақ. Кестеде екі сұйықтың жылулық сипаттамалары көрсетілген дейді. Әр қайсысының массасы 1 килограмм және бастапқы температуралары 0 градус дейді. Сұйықтардың қатаю кезінде бөлінетін жылу мөлшерлерін табыңыздар дейді. Қатаю кезіндегі жылу мөлшерлерін табыңыз дейді. Мына нәрсені сәл созу керек сияқты ма? Ладно, үш тұра берсін. Кеттік, қараңыздар енді. Жалпы қатаю деген нәрсе не? Бұл термодинамикалық процесс бізде. Термодинамикалық процесс. Жалпы балқу мен қатаю бірге жүретін процесстер. Балқу және қатаю. Либо дене балқу мүмкін, либо керісінше қатаю мүмкін. Либо плюсқа кету мүмкін, либо минусқа кету мүмкін деген сөз. Ал балқу дегендегі біздегі негізгі еске түсу керек форма ол Q-дің m лямбда деген формасы. Q тең m лямбда. Бұл балқу жылу деп айтылады. То есть бірінші вариант ол мүлдем дұрыс емес деген сөз. Өйткені ол меншікті жылу сыйымдылық. То есть оған қарамаймыз. Балқу жылу дейді, мінекей, бізде уже екінші рядта тұр екен, балқу 335-те 108 деп айтып қойған. Келесі R булану деген MR ол буланудікі. Мына графикті сәл созып қарамасақ, қаттан созатын жері қайда береміз.
мынадан кейін тұрған нәрсе. Былай екен ғой, каш. Бәсе, мінекей. Температура көрсеткіштер қалған екеуі. Көрдіңіздер, енді лямбдаға қатысты жол мөлшерлерін табыңыздар деген. Бірінші рядта ол 335-ке тең, екінші сұйықтық үшін ол 108-ге тең. Значит, 335-те 108 деген вариант таңдаймыз, ол бізде Е жауабында тұр екен. То есть бұл есепті даже шығарудың да қажеті жоқ, не үшін десеңіздер, өйткені есепте оның массасы 1 килограмм ғой. Ал масса 1 килограммға тең болса, м деген нәрсе 1-ге тең болса, получается лямбдаға көбейте береміз оны. То есть лямбданың өзі қайттан шыға береді, өйткені бір цифра, коэффициент жағына, Бұл бізде 10-шы сұрақ етін. Келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ бізде 11-ші сұрақ. Серіппеге ілінген жүктің массасы 500 грамм, қатаңдығы 100 дейді. Тербелістің циклдік жиілігі. Математикалық серіппелі маятниктердің екі түрі бар. Математикалық және серіппелі маятник. Бұл бізде серіппелі маятник. Серіппелі маятниктің негізгі периодының формуласы 11-ші есепте. Негізгі периодының формасы ол 2π МК етін. Бұл бізде серіппелі маятник. Ал бізде нені тап деген? Бізде ол серіппелі маятник, бірақ периодын емес омега, то есть циклдік жиілігін сұрап тұр. Ал ол бізде К бөлінген М, то есть екеуінің орны ауысады. Орны ауысады, еще 2π болмайды, К бөлінген М болды. Форма осы екен. Орны қойық, К деген нәрсе ол бізде 100-ге тең. Бөлеміз осыны масса 500 грамм дейді. 500 грамм деген килограммға айналдырса, ол 0,5 килограмм деген. 0,5. 100-ді 0,5-ке бөлсек 200 шығатындығы айдан анық. Ал 200-ден где-то 14 деген сан шығады екен. Өйткені 14 деген санның өзінің квадраты 196 ғой. 196-тан сәл 14-те 14 деп белгілей салады екенбіз. Бұл бізде де жауап дұрыс. Омега тең К бөлінген М деген формуланы әрине заңды түрде білгеніміз абзал болады. Өте маңызды формулалардың бірі. Бұл бізде 11-ші сұрақ. Мынау өте көп келетін есеп. Именно мынау, 100 бен 0,5 деген тест-центр есептерін шығарып жүрген болсаңыздар, именно осы есеп, осыған дейінгілеріміз, именно осы есеп өте жиі кездеседі. Келесі сұрақ нейді? Математикалық маятникті А нүктесінен жібереді. Дене қарапайым гармоникалық тербеліс жасайды, денеге әрекет ететін ауырлық күші дейді. Барлық жерде бір тең. Соның нүктесі максимал емес. Енді қарайық. Бұл жерде жалпы денеге әрекет ететін ауырлық күші деген нәрсе сұрап тұр. Именно ауырлық күші көрдік па? Әдейі ауырлық күші деп айтқан. Басқа күш болса, ол С болады. Именно ауырлық күші болса, ол 4 нүктеде де бірдей. То есть ауырлық күшінің формасы бізде mg. mg. Получается, бұл жерде ол шариктің массасы өзгеріп жатқан жоқ. G тоже өзгеріп жатқан жоқ. G-на 4 нүктеде де бірдей 9,8-ге тең, дұрыс па? 9,8-ге тең, немесе 10-ға тең. Получается, ABC-ді 4 нүкте болса, оның 4-еуінде де бірдей болады деген сөз екен. Барлық жерде бірдей. Мына сұрақ келсе, барлық жерде бірдей деп белгілейсіздер. Бұл жерде көбісі С мен шатасады, С жауабы дұрыс болады. Если мысалы үдеуді сұраса, үдеудің өзін сұраса, то есть именно G емес, А-ны сұраса, онда уже сәл басқаша болады. Но бұл жерде ауырлық күшін сұрап тұр, поэтому барлық жерде бірдей деп айтамыз. Мына сұрақтан шатасып қалмаңыздар. Кеттік. Бұл 12-ші сұрақ, келесі 13-ші сұрақ. Ұзындығы 3 метр, көлденең қимасының ауданы 1 мм квадрат болатын сымның әрбір ұшына 210 ньютон созушы күш түсірілген. Сымның абсолют деформациясы дейді. Бұл бізде Юнг модулі. Біз бұл формуланы, бұл тақырыппен танысқан болатынбыз. Ол нақтырақ айтатын болсақ, Гук заңы серпімді денелер деген тақырыпта бар. Юнг модулі. Жалпы Юнг модулінің негізгі формулары, ол окончательный формасын жазайық. Ең маңызды білуіміз керек форма F көбейтілген L бөлінген S көбейтілген дельта L деген өзінің популярный формасы бар. Көрдік па? Мысалы, мына есеп келсе маған тестте, например, мен бұл есепті формасын білмесем де бұны шығара алатын едім. Не үшін десеңіздер, 210 деген коэффициент 2 рет қайталанған. 210. Визуально ол екеуі қысқаратын біз түсіну керекпіз. Ол екеуі қысқарады, сәйкесінше қандай коэффициент қалады? Бізде тек 3 деген коэффициент қана қалады. Ұзындығы 3 деп тұр, болды. Басқа коэффициент жоқ. 1 деген ол коэффициент сан үшін. Рөл ойнайтын сан емес, 1 деген. 3 рөл ойнайтын коэффициент. Получается, мен мына есепте мысалға D деген вариантты ойланбай белгілейтін едім. Біз бұл жерде есептің жалпы шығарылуын түсіну үшін бұл есептің мен шығару жолын міндетті түсіндіремін сіздерге. Дельта L-ді тап деген, мына жерден деформация деген, яғни өзгеретін ұзындығын тап деген, өзгермейтін ұзындық мынау тұр бізде. Дельта L-ді табу үшін мен үстіндегі FL-ға тиіспеймін, жай ғана мынау E мен екеуінің орнын ауыстыра саламын. Получается, S көбейтілген
е болады деген сөз. Жай ғана орналасады. Все, есепті орнына қойып шығаратын болсақ, f деген ол бізде 210, көбейтеміз l ұзындық бізде 3, бөлемін юнг модулі, то есть аудан бірінші, аудан жазып алайық. 1 миллиметр квадрат деген, тоже жатқа бөлуіміз керек. Оның -6 дәрежесі метр квадрат. 6 дәрежесі метр квадрат. Сантиметр квадрат деп келіп қалуы мүмкін, бұл оның -4 дәрежесі. -6 көбейтеміз 210 ньютон, 210 гигапаскаль деген, гига деген оның 9 дәрежесі. Жақшаның ішінде тұр. Е болады деп қойған ғой, сол юнг модулі. Е болады деп қойған ол юнг модулі. То есть созылуының бір шамасы, сүретін қысымы деген сөз. 210 қысқарады, нәрде 3 деген сан коэффициент қалып отыр. -6 мен 10-9 3-ті береді, үстіне ол -3 бөледі. То есть 10-ның 3 қой. Ол бөлшектің үстіне өткен кезде -3 бөледі. 3 көбейтілген 10-ның -3 ол 3 миллиметр деген сөз. Енді метр, ал -3 миллиді береді, и миллиметр деген д жауап шығады. Түсінікті ғой? Осындай есептер келіп, мысалға мен, например, 210 мысалы көбейтілетін болып қалса, мысалы 210 көбейтсең де дұрыс па? Мына жерде мысалы жауаптарына қарасаң, ондай сан шығатынға келмейді. 21-ге 21 көбейтсең 441 деген сан шығады. В общем, мына сандардың ешқайсысы жоламайды. Бұндай есептер әрине ұбт-да уақыт жетіп жатса, әрине тексеріп шығарған дұрыс. Прям уақыт жетпей жатқан кезде либо есеп шығара алмай формасын ұмытып қалған жағдайда тупо белгілегеннен гөрі сәл ойланып, коэффициенттермен жұмыс жасап белгілеу керек. Келесі сұрақ 14-ке кеттік. Тұрақты 110 вольт кернеумен зарядталған конденсатор Q тең 5 көбейтілген оның -5 дәрежесі кулонға дейін заряд алатын болса, конденсатордың электр сыйымдылығы дейді. Бұл электростатика тақырыбындағы жалпы сыйымдылықтың негізгі формасын шығатын есеп. Жай ғана Q бөлінген U деген формасын қолдансақ болады. С тең Q бөлінген U, Q деген ол бізде 5 көбейтілген 10-ның -5 дәрежесі дейді. И бөлеміз осыны кернеуге. Кернеу бізде 110. 5-ті 110-ға бөлетін болсақ, бұл жерде енді 0045 шығу керек, кажется. Бұл жерде бізде қолда калькулятор бар, бөле салайық. 5-ті 110-ға бөлетін болсақ, 0045 шығады екен. 0045 деген сан шығады. Дәрежесі -5. И варианттарына жақсылап мән беріп қарайтын болсақ, бәрі микромен келген, микро, то есть -6 деген сөз. Ал -6 ол бізде 1/10-ға қарай жазамыз. Ол 0,45 деген кезде 1/10 қосылады, -6 болады. Если 45 десек, онда 2 түр қосылады, -8 болады, то есть 1 и 2. Ал бізде мына жауап берілген. 0,45 көбейтілген оның -6, ол деген 0,45 микрофарад деген сөз екен. Тоже нәрде өлшемді дәрежемен дұрыс емес жұмыс жасап қалсақ, тоже С вариантын немесе Д вариантын белгілеп, қате кетіп қалды. Бір балл минусқа кетіп қалуымыз әбден мүмкін. Бұл біздің 14-ші сұрақ екен. Сыйымдылыққа байланысты, электр сыйымдылығына байланысты сан мәндері екен. Барлығы түсінікті болып жатыр ғой, біз уже 15 сұрақ бітірдік, 15 сұраққа келіп отырмыз. Жартысын бітірдік. Түсінікті бәрі. Жарты сағатта жарты есеп. Жарты тест. Кеттік. Келесі сұраққа көшейік. Үлгермей отырсаңыздар, оны айтыңыздар. Кеттік, нейді? Теориялық сұраққа ұқсас, ыдыстардағы спирт, су және ас тұзының ерітіндісіне жұмыртқа мен мұз саламыз. Ыдыстардағы спирт, су және ас тұзының ерітіндісіне жұмыртқа мен мұзды саламыз дейді. Берілген сипаттамаларға сәйкес жұмыртқа мен мұз салынған сұйықтардың ретін сұрап тұр бізде. Қараңыздар енді, бұл суретті қарап шошып кетудің қажеті жоқ. Өте қарапайым сұрақ, жалпы жерде тығыздық деген дүниемен жұмыс жасауымыз керек. Мынау мысалы жұмыртқамыз, немесе анау тұрған мұзымыз, жұмыртқа мұзымыз қай кезде суға батады, егер де бұл екеуінің тығыздықтары сұйықтықтың тығыздығынан не болса, көп болса. То есть жұмыртқа мен мұз, если сұйықтың тығыздығынан көп болса, онда жұмыртқаң да, мұзың да батады. Получается, сұйықтықтың күші жетпей жатыр, оларды ұстап тұруға. Ал үшінші суретті қарасаң, үшінші суретте наоборот, екеуі де батып кеткен. Үшінші сурет, бізде бірінші сурет. Үшінші суретті байқасақ, үшінші сурет не деген? Ол жерде керісінше, ро жұмыртқаң да, ро мұзың да не істемей тұр, бата алмай тұр.
Получается, сұйықтықтың күші тығыздығы көп деген сөз. Мінекей. Ал енді олардың тығыздығын қаяқтан білеміз? Біз мына жаңағыдай графиктен білеміз. Тұз ерітіндісі дейді. Значит, ең көбі тұз ерітіндісі. Получается, үшінші тұрғаны ол тұз ерітіндісі деген сөз. Үшінші тұрғаны тұз ерітіндісі. Бірінші тұрғаны ол бізде спирт деген сөз. Біріншісі ол спирт бізде. Спирт ол шын мәнісінде сондай, тығыздығы ең аз, сұйықтығы 800-ге тең. Ал ортасында тұрған, значит, су деген сөз, Міне, суды қарасаңыздар, әнерде жақсылап мән беріп, жұмыртқа мен мұздың ортасында тұр. Получается, жұмыртқа одан ауыр и батып тұр. Ал мұз одан жеңіл и батпай тұр. Біріншісі ол, біріншісі тұз ерітіндісі, екіншісі су, үшіншісі спирт. Біріншісі тұз ерітіндісі, екіншісі су. Так, бірінші тұз ерітіндісі, екіншісі мін. Прогон. В варианты. Ешқандай да қиындығы жоқ сұрақтардың бірі. Ол бұл 15-ші сұрақ бізде. Кеттік ары қарай. 16-ші сұраққа көшейік. Ау. Спирт емес пе? Біріншісі спирт. Дұрыс айтасың. Дұрыс. Мен наоборот белгілеп қойыппын. Біріншісі спирт, екіншісі үшінші тұз. Дұрыс. Біз мына рядтан белгілеп қойыппыз, негізі мына рядтан болады. Дұрыс айтасың, 3 вариант дұрыс болады. Міне біріншісі спирт тығыздығы 800 болғандықтан екеуі де батып тұр, аз болғандықтан. Екіншісі сұйықтық, үшіншісі тұз ерітіндісі, дұрыс. Мен мына рядтан жазғанымыз бойынша қоя салыппын. Все. Красавчик. Айкенский ғой, Айкенский. Так, кеттік ары қарай. Все, молодцы. Кім байқап қояр екен деп әдейі бұны белгілеген. Молодец. Так, кеттік, келесі сұрақ. Келесі сұрақ ағайын бізде 16-шы сұрақ дейді. Осы жұмысында бар еді ғой ағай. Найсеп па? Дәліз. Диск центрі арқылы перпендикуляр өтетін осі бір қалыпта айналады. Дисктің шеткі нүктелерінің сызықтық жылдамдығы 3 метр секунд дейді. Дисктің осіне 10 сантиметр жақын жатқан нүктенің жылдамдығы 2 метр секунд. Айналу жиілігін сұрап тұр бізден. Шеткі нүктелерін қараңыздар, бұл нәрсені түсіндіріп берейін мен нәрсе. Диск деген бұл домалақ нәрсе. Велосипедтің дөңгелегі болуы мүмкін, жалпы бір домалақ дүние бір. Қалай домалақ болды. Дисктің шеткі нүктелерінің сызықтық жылдамдығы, шеткі нүктелерінің сызықтық жылдамдығы ол 3 метр секунд дейді. Біз бұны V2 деп алайық, 3 метр секунд. Ал ішінде айналу осі бар. Ось, который сыртындағы дөңгелектің бағытын регулировка жасап отыратын нәрсе. Бұл осьтің жылдамдығы, жақын жатқан нүктенің жылдамдығы, дисктің осіне 10 сантиметр жақын жатқан нүктенің жылдамдығы 2 метр секунд дейді. Мынаның жылдамдығын беріп қойған, ол бізде V1 деп қойық, ол бізде 2 метр секунд. Бұл сондай нәрсе, ішіндегісі жай қозғалады, сыртындағысына қарағанда. Сырты қаттырақ қозғалады, іші жай қозғалады. Дисктің осіне 10 сантиметр жақын жатқан нүктенің жылдамдығы 2 метр секунд. Дисктің айналу жиілігін сұрап тұр бізден. Ньюді сұрап тұр. Нью деген дүние сұрап тұр бізден. Сосын есепте дисктің осіне... Ағай, сонда 10 сантиметр жақын жатқан дегенді қалай түсінуге болады? Қараңыз, оны былай түсінсеңіз болады. Дисктің осіне 10 сантиметр жақын жатқан нүктенің жылдамдығы 2 метр секунд дейді. Получается, ол деген сөз, мына жер деген сөз, міне. Мына екеуінің арасы деген сөз. Мына екеуінің арасы 10 сантиметр деген сөз. То есть 0,1 деген сөз. Мына жер 0,1. Осы екі аралық 0,1 деген сөз. Екеуінің арасы 0,1. Үші бізде бұл жерде не бар? Үші бізде бұл жерде дисктің радиусы бар. R деген бұл дисктің радиусы. R2 деп қойық. Үші бұл жерден ішіндегі осьтің да радиусы бар. Ол бізде R1 деп қойық. Ішіндегі дисктің радиусы R1, то есть осьтің радиусы R1, ал дисктің радиусы ол R2 бізде. Өйткені оның жылдамдығын V2 деп алымды, сол үшін оны R2 деп алуға тура келеді. Ал мына бізде R1 болғандықтан оның жылдамдығын V1 деп алуға тура келеді.
Сәйкесінше жиілігін сұрап тұр бізден. Енді бұл жерде ең бірінші нәрсе радиустарын бөлек-бөлек тауып алсақ болады. Сол официальный жолмен түсіндіре берейін сіздерге. Қараңыздар. Получается мынандай нәрсе. Мысалға R2 деген сөз, мысалы R2 менде. R2 неге тең менде? R2 менде x-ға тең дей салайық. Мысалға, x-ға тең дейік. Ал R1 менде тең сонда. R1 менде x минус 0,1-ге тең деген сөз. Көрдік па? Мына жердің бәрі менде x болса, R1 x минус 0,1 деген сөз ғой. Өйткені ол уже мына жер кірмей тұр оған. 0,1 деген ара қашықтық кірмей тұр, ол чисто өзі R1 бар. X минус 0,1 деген сөз. Общий x-тан 0,1 азайтсанға тең деген сөз. Енді біз осы жердің жалпы радиусын тауып алсақ. Оны табу үшін біз не істейміз? Оны табу үшін біз осы пропорция құра саламыз былай. V тең омега r деген формула бар еді бізде. V1-дің V2-ге қатынасы тең дейік омега 1 көбейтілген R1, омега 2 R2 омега 2 дейсіңші миллион. Енді омега 1, омега 2-лер ол қысқарады. Не үшін десеңіздер, өткен бұл бірдей бұрышқа ауытқиды екеуі де, осьте, дискте бірдей бұрышқа бұрылады. Поэтому бұл жерде циклдік жиілік, негізі бұрыштық жылдамдық бұл жерде ол өзгермейді. Ол бірге де екіге де ортақ, тек радиус пен жылдамдық өзгереді. Сәйкесінше орнына қойып, V1 деген нәрсе бізде 2-ге тең болсын, ал V2 деген нәрсе менде 3-ге тең болсын. Тең. R1 деген нәрсе ол менде x минус 0,1-ге тең болсын, ал R2 деген нәрсе менде x-ға тең болсын. 2-ге 3-ті көбейтіп жіберем, менде так 2x болады, тең. 3-ге x-ті көбейтем, 3x минус 0,3 деген сөз. 3x бері қарай өтеді, минус x болады, тең яқта минус 0,3 деген сөз. Получается x тең 0,3. То есть радиус менде қанша тең болды? 0,3 метрге тең болды деген сөз. Мына общий x 0,3, а мына 0,1. Получается ішіндегі осьтің радиусы 0,2 деген сөз ғой. Мына 0,2 деген сөз. Өйткені общий 0,3 ғой. Мына 0,1, 0,2. То есть 0 мен 0,2-ның общем орындар ауысып кеткен ғой. Суретті ортасына домалақты сәл кішкентай қылып қойдық та. Ну ладно, еш нәрсе етпейді. Все, енді біз официально нені таба берсек болады? Енді официально жиілікті таба берсек болады. Ол үшін біз қай форманы қолданамыз енді? Ол үшін мен мына формаларды қолданамын. Бұл жерде жалпы қалаған форманы қолдансақ болады, кез келген форманы. Қараңыздар. Мен енді ыңғайлырақ форманы қолдана берейін. V тең бізде мына форма тұр, омега r деген қолданған формамыз қолдана берейік. V тең омега r деген форма тұр. Осы жер омеганы мен 2π нью деп ашам. Көбейтем r болады. То есть омега деген ол 2π ньюға тең еді бізде. Омега тең 2π бөлінген т деген бар бізде, еще омега тең 2π нью деген бар. 2π нью r болып тұр. Осы жерде нью тап дегенде келтіріп тұр. Еще нью табатын болсақ, бізде форма не болады? Жылдамдық бөлеміз осыны неге? 2π r-ға деген сөз. Тең енді бізде жылдамдық 2, 3 пен 2, ол екеуін дельта өзгерісін алайық. Жоқ, өзгеріс емес, 3-тің өзін аламыз бұл жерде. Біз басқа жолмен шығарып жатқан екенбіз бұны. Жылдамдықтың, дисктің өзінің айналу, біздің дисктің сұрап тұр ғой, дисктің айналу жылдамдығы. То есть дисктің өзінің жылдамдығын аламыз, 3 метр секунд аламыз официально. 3 бөлеміз 2π деген нәрсе 6/28 көбейтеміз радиус. Оны біз жаңа таптық 0,3 болды. Получается тең бізде 3 пен 3-ті қысқартамыз. 3 пен 3-ті қысқартсақ мына жақта 0-де 1 қалады. 0-де 1-ді 6/28 көбейтсек 0,628 деген сан шығады. Үстінде 1 бар. Тең 1-ді 0,628-ге бөлетін болсақ, так 1 бөлінген 0,628 бөлетін болсақ, 1-де 6, 1-де 59, 1-де 6 герц шығады. 1-де 6 герц. Мен дәл бұл есепті негізінде сіздердің жұмыстарыңызда бұл есепті мен оңай жолмен түсіндірген, формасын жібергем, есебін шығару жолын оңай жолмен. Бұл жерде енді официально көрсетіп бердім, жалпы негізі чөп-ачым қалай екендігін. Жалпы бұл жерде өте бір оңай қысқа жол бар етін. Мен сол жолын көрсетем ба деген, просто есіме түспей қалды ол жол. Сосын официально жолын көрсете салдым. Негізі қысқа жол бар етін бұл етін. Қазір тура осыған ұқсайтын менде тағы бір есеп бар. Қазір тестті бітірейік, сосын көрсетем сол есепті. То есть тестті келіп жүрген есеп.
сабақтың соңында сол есепті көрсетемін сіздерге. Ұмыттырмаңыздар, сабақ бітіп жатқан кезде сол ағай жаңа бір есеп айтамын дедіңіз ғой деп естисіңдер ғой. Тура осыған ұқсайтын бір есеп бар. Такс. Олай болса бізде 1/6 герц шықты, я? Есепті сразу там қойды. Мәке ғой, я? Мәке. Марат еді ғой, шатаспасам. Дулат. Нұртілемеді. Марат дұрыс. Так, келесі есеп бізде. Келесі есеп бізде, так, 17-ші есеп дейді. 17-ші есеп не дейді бізге? Диаметрі 0,12 миллиметр дейді. Диаметрі 0,12 метр. 0,12 метр. 0,12 миллиметр. Оның -3 дәрежесі деп ашамыз оны. Аулайтын қармақтың капрон жібі 7,5 ньютон дейді. 7,5 ньютон дейді. Максимал күші ұштайды. Капрон жіптің беріктік шегін сұрап тұр бізден, то есть сигманы сұрап тұр. Тоже юнг модулі, уже юнг модуліне бізге екінші есепке отыр, юнг модуліне қатысты. Немесе ол қысымның қарапайым формуласы негізінде сигма деген, яғни механикалық кернеу дейді, беріктік шек дейді. Негізгі формуласы F бөлінген S. Кәдімгі қысымның формуласы. Өлшем бірлігі де паскаль болып тұр, жауаптарын қарасаңыздар. F бөлінген S деген формаға сала салу қажет біз негізінде. Бірақ есепте менде не жоқ? Менде S жоқ. S-ті ona D деп қоя салуға ни в коем случае болмайды. Поэтому не істеймін мен бұл жерде S-ті ашам. Есепте аудан деген нәрсе берілмесе, оның орнына диаметр деген бір дүние берілсе, мына форманы жақсылап есте сақтап алыңыздар. S тең πd квадрат бөлінген 4 деген форма бар. Мінекей. Πd квадрат бөлінген 4 деген форманы жақсылап сақтап алыңыздар еске. Бұл форма везде помогает на форма. И мен S-ті ona осыны қойып жерім. Получается πd квадрат 4 қаққа кетеді, 4-нан алдына кетіп қалады. Сонда тең болады бізде есепте. 4 көбейтемін, так, f менде 7,5 дейді. Бөлемін, π деген 3,14 менде. Көбейтемін d квадрат. 0,12 квадраты. 0,12 квадраты менде 0,144. Ол керек, шатаспасам, и -3. Тең болады. Дұрыс. Ағай, оның -6 емес па? Квадраттадық қой. Ай, молодец. -6-ға кетті. -6. Мен 0,12 мен басым қатып тұрмын, 0,12 дұрыс квадраттадым ба деп. 4-ті көбейтеміз 7-де 5-ке, 4-ті көбейтеміз 7-де 5-ке, 30 шығады екен. 30-ді бөлеміз 3-те 14-ке. И оны бөліп тастаймыз қаншаға? 0,144-ке. 663 дейді. 66 десек жеткілікті сияқты мен ойымша. 663 деп ала берейін мейлі. Дәрежесі менде қанша? -6 үстіне +6 өтеді. 663 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Егерде мен бұны 0,66 десем, жуықтап, 0,66 десем, 3-ті тұрға айырған болам, 1, 2, 3-ті тұрға айырам. Дәреже менде сонда 9-ға дейін барады. Паскаль. 0,66 гигапаскаль деген жауаптарды іздеймін варианттардан. АБЦ-да жоқ, значит ол Е-де тұр деген сөз, сөзсіз. 0,66 гигапаскаль. Жалпы есепті осылай шығарады екенбіз. Мынау есеп нереально, калькуляторда қатты қажет ететін есеп. Енді амалын тауып әрине шығаруға болады, баған түрінде былай да былай. Біз дәл қазір бүкіл возможность бар, калькулятор қолдана аламыз, енді де отқан жоқпыз, алдық та қолдана салдық. Все, мынау формулардың әрінің өзінде екі форма айтылды. Ол біріншісі F бөлінген S етін, екіншісі ол πd квадрат бөлінген 4 деген формулалар. Мына формуларға мұқият мән беріңіздер. Өте маңызды формулар екеуі де. Ашып кетті жода. Көз тиіп отыр. Кеп қояды деймін. Так, кеттік. АДК отыр, Зарина, о, Зарина тоже отыр екен. Жақсы. Так, кеттік. Келесі сұраққа көшейік. 18-ші сұрақ дейді, келесі сұрақ бізде. 18 не дейді? Индукция векторы 40 миллитесла магнит өрісі күш сызықтарына перпендикуляр орналастырылған дейді. Көлден қимасының ауданы 25 см квадрат, көлемі 800 см куб дейді.
Ошын біраз нәрсе берілген не керек. Мынау есеп то же самое менің үй жұмысымда бар, мына магнетизм тақырыбы құдай қаласа атыға енді салынады. Ал басқа сіздерге Зарин, Жұлдыз сіздерде бұл есептер салынып қойған болу керек. Магнетизм тақырыбындағы мынау соңғы жағында үй жұмысында мына есеп бар етін. Мына есеп біздің тестте де келіп отыр екен қазір. Мен есебімді ұрлап алыпты деп жауап жүр. Қараңдар, индукция векторы 40 миллитесла дейді. B тең 40 миллитесла. Милли деген -3 тесла, уже екінші есеп кездесіп отыр. Күш сызықтарына перпендикуляр орналастырылған көлденең қимасының ауданы дейді 25 сантиметр квадрат. 25 көбейтілген 10-ның минус сантиметр квадрат минус 4 береді. Метр квадрат. Өйткені сантиметр минус 2 квадраттасақ минус 4 әрине. Получается, сосын көлем берілген менде. Көлем менде қанша еді? Көлем менде 800. Дәрежесі минус 6 дейді. Далаға шығып кеткен деп oldu. Кімдікі? Жаңағы. F-ті сұрайды бізде. Айды ұмытып кеттім оны. Ампер күші емес пе бұларға? Аха, ампер күші. Лоренц күші. Лоренц зарядпен 500 миллиампер деген ол менде 0,5 ампер деген сөз. Қараңыздар. Жалпы бұндай жағдайда магнетизмнің негізгі күштеріне байланысты есеп. Бұл жерде бірінші очередь ампер күші бар, және де Лоренц күштері бар. Есептің берілгенде әрине ток күші берілетін болса, онда біз ол есепте сөзсіз ампер күшін қолданатын боламыз. Ол бізде B, I, L. L деген нәрсе ол бізде ұзындық. Бізде ұзындық берілмеген, оның өлшем бірлігі метр, дұрыс па? Ал метр деген нәрсе шығу үшін біз не істейміз? Біз метр кубты метр квадратқа бөлеміз деген сөз. То есть, получается, L тең деген сөз бізде не ол? V бөлінген S деген сөз. Метр куб пен метр квадратты бөлсек, қысқаратта метрдің өзі шығады. Осындай форма құрастырып жариясаламыз. Осы жерден F-ті тап деген бізге тең. B дейді. B бізде қаншаға тең? B бізде 40 көбейтілген оның минус 3 депті. Мен 4 десем, оны минус 2 дебім. Көбейтілген I 0,5 деген. Мен 0,5 демеймін, оны 1 бөлінген 2 деп алайын. Көбейтеміз. L-дің орнына мен V бөлінген S деп алып отырмын. Мынаны апарып қоямыз. Көлем менде 800, оны мен 8 деп алам. Дәреже минус 4 болады. Бөлеміз, аудан 25 көбейтілген оның минус 4 дейді. Енді оны 25 көбейтілген оның минус 4 деп аламын. Ренжімен. Тең. Қысқаратын дүниелер бар. Там минус 4 пен минус 4 әдемі қысқаратыны көрініп ақ тұр. 4 жердегі 4 пен 2-ді қысқарта салайын мен ладан әрде. 2 қалатын әрде. 2 жердегі 8, 16. Дәреже минус 2 бар бізде. Бөлеміз астында 25 қалып отыр ма сонда? 2, 16, минус 2, 25. 16-ны 25-ке бөлетін болсам, менде шамамен қандай сан шығады? 6-та 4 шығатыны көрініп ақ тұрған сияқты ғой. 16-ны бөлеміз 25-ке 0,64 па? 0,64. 16 бөлінген 25, 0,64. Дәреже менде минус 2. Ньютон деймін. Ал бізде ол жауапта миллиньютонмен берілген секілді 6-да 4 деп үтір қайрам минус 3 болады. Ньютон. То есть 10-ға қарай үтір жатқан кезде минус дәрежелі дәреже. Минус дәрежелі дәреже. Үшін минус болса дәреже көбейеді. Ол әрине бізде С жауабында тұр. 6-да 4 миллиньютон дейді. Мынау форманы біз былай деп қолданушы едік қой. V тең деп қолданатынбыз. V тең S көбейтілген L деп. Осы жерден L-ді тап деп келіп тұр. V бөлінген S деп түрлендіре саламыз. Түсінікті ғой, үлгеріп отырсыздар ғой, жазып, қарап, түсініп. Жазып үлгеріп отырсыздар ма, үлгеріп отырған жоқсыздар ма, ол енді қатты емес. Самғын түсініп отырсыздар ма деген сұрақ қойылу керек берді. Түсініп отырсыздар, түсініп үлгеріп отырсыздар ғой. Түсініп отырған. Түсінікті болса болғаны самы ғаны. Кеттік ары қарай. Келесі сұрақ 19-шы сұрақ бізде. Күн сәулесінің ауадан шыныға өткен кездегі түсу бұрышы 60 градус дейді. Ал сыну бұрышы 30 градус. Жарықтың шынындағы таралу жылдамдығын сұраған. Бұл екі ортаны, бір ортадан екінші ортаға өткен кезде белгілі бір сәуле сынады, сынған кезде мынандай форма пайда болады. Ол синус түсу бұрышы альфа бөлеміз синус сыну бұрышы гамма деп ала берейік.
синус альфа, то есть синус су бұрышы ол 60 градус, ол есепте жақша ішіне берілген 0,87, бөлеміз осыны синус гамма берілген, ол синус 30 градус, 0,5. Получается 0,87-ның 0,5-ке қатынасы деген сөз. Бұл бізде шамамен 1,74 деген санды беру қажет. Синус 60 градус, ол үстіндегі нал бұрыш 60 градус деген, гамма бұл 30 градус. Тең екінші сыны көрсеткіші, тағы да сыны көрсеткішінің формуласы бар, ол жылдамдыққа байланысты, ол бізде с бөлінген в деп айтылады. Осы формадан бізге нені сұрап тұр, осы жерімізге в-ны тап дейді. Ол бізде әрине с бөлінген м болады деген. Тең с деген бізде 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі, бөлеміз осыны м-ға, м бізде 1,74. Сонда бізде 3-ті 1,74-ке бөлетін болсақ, 1,72 деген сан шығатын сияқты ма, Так, 3 бөлеміз 1,74. 1,72. 1,72. Дәреже 10-ның 8 дәрежесі қалады. Метр бөлінген секунд. Мінеке. Бұл жауап шығады. Бұл оптика бөлімі. Тош сіздерде атыда салынды оптика деген жаңа тарау, жаңа бір бөлім тұр, байқаңыздар. Сөйді екі сабақ бар ішінде жарық заңдары и плюс линзаның түрлері деген. Жарық заңдары дегеннің ішінде осы тақырыптың бәрін түсіндірген болатын. И плюс кімдерге де бонус сабақ деп салынып отыр ғой, Айкен, Зарин сендерге. Сол жерде байқасыңдар, осы форманы түсіндірген болатын. Даже осы есеп үй жұмысына, кажется, бар да болуы мүмкін. Бұл есеп жоқ, ашынып. Так, келесі сұрақ. Осыған ұқсас. Ұқсас есептер бар. Келесі сұрақ бізде 20-шы сұрақ дейді. Оқушы серіппенің қатаңдық коэффициентін анықтау мақсатында, серіппеге әртүрлі жүктерді пайдалана отырып дейді, тәжірибе жасады дейді. Өлшеу нәтижелері бойынша ілген жүктің массасы мен серіппенің сәйкес ұзындығы бойынша график салынған дейді. Осы график бойынша серіппенің қатаңдығы дейді. Саны берілген сөйлем жазбай қойса болады ма? Суреттік бересі жететін ғой. Оқушымен 20 секунд уақытым кетті. Қараңдар, 20-шы есеп. 20-шы есепте бізде не бар, не жоқ. Бізде бұл есепте G бар екен. G бізде 10-ға тең. Бұл G бар, значит шығады есеп. Одан кейін бар, delta L бар сияқты. Delta L немесе delta X деп айтуға болады. Ол бізде 0,1 метр екендігі көрініп тұрған сияқты ма, 0,1-ден бастап 0,2-ге дейін созған. Сол нәрсені түсіндіріп тұр, сәл қиындатып берген түрі ғой енді. 0,1-ден 0,2-ге дейін өзгерді, получается 0,1-ге ғана өзгерді деген сөз. Ал 0,1 метрге өзгерткен ол не ол? Ол масса 0,6. То есть 0,6 килограмм массаны серіппеге ілген кезде ол серіппе не істеді? Созылды дейді. Қаншаға созылды? 0,1 метрге созылды. Сол созылған пружинаның қатаңдығын табыңыздар деген екен. Ол десе болса. Бұл жерде первый очередь нәрсе не? Жүкке ілінген ауырлық күшінің төменге қарай тарту салдары бар, яғни mg деген. Және де созылып жатқан пружинаның күші бар. Ал пружинаның күші ол қандай еді? Гук атамыздың формасы K дельта X. Енді бұл жіп үзілмей тұр ғой. Получается, бұл екеуі тең деген сөз біріне. mg тең kx. Осы жерден бізге k-ны тап дейді. K-ны табу үшін мен mg-ді бөле салам неге? Жәнде тұрған дельта x-ға. И все. Масса 0,6, көбейтем оған 10-ды, бөлемін осын 0,1-ге деген сөз. 0 мен 0 қысқарады, 6-ға 10-ды өтем, 60 ньютон бөлінген метр шығады деген сөз. Егер суретіне қарап шошып кететіндер шығып кетсін. Мынандай есеп берілген кезде суретті қарап шошып кетудің қажеті жоқ. Графикпен келеді, ол сызбамен келеді. Есепті сәл бүйтіп қарап, не берілген чопа-чом қарап, дәл шығара беру керек. Ол графикпен келсе керісінше оңай болады, наоборот. Көп нәрсені түсіндіріп береді, графикпен келсе жеңіл мағынада түсінуге болады. Кеттік ары қарай. Бізде 60 ньютон бөлінген метр шықты. Так, все. Келесі. Кеттік. Бізде енді 10-дық сұрақтар басталды. 21-ші сұрақ көп жауаптық сұрақ. Материалдың тек координатасының уақытқа тәуелді графигі теңдеуі берілген.
тербеліс периоды неге тең дейді. Мынандай теңдеу берілген кезде біз не істеуші едік? XM косинус омега Т деген теңдеуді еске түсіреміз. Мынау теңдеу бойынша бізде омеганың орнында не тұр? Омеганың орнында көрініп тұр, что пи тұр. XM орнында не тұр? XM орнында көрініп тұр, что 3/5 көбейтілген оның мүйісі 2 тұр. То есть амплитудасын сұраса 3/5 көбейтілген оның мүйісі 2 деп айтамыз. А если циклдік жиілігін сұраса, оны пи деп айтамыз. Ал бізде период сұраған не в тему, значит, осы омеганы қолданамыз. Ол бізде 2π бөлінген омега деген форма. 2 шығатын көрініп тұр ма? Әрине көрініп тұр, омеганың орнына пиді қойған кезде, қысқарып кететіні айдан анық. 2 секунд деген ол бізде д жауабында тұр, и е жауабында тұр. Тоже бұндай теңдеулерді ең басты ключевой нәрсе не болады? Ол әрине омега және де осы XM деген. Осы бір екі дүниені түсінсек, осы бір екі дүниені дәл тапсақ, есеп бізде сөзсіз түзу шығады. Дұрыс шығады. Бұл 21-ші сұрақ бізде. Келесі сұрақ бізде 22-ші сұрақ дейді. Молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі дейді. МКТ-ның негізгі теңдеулері. 3/1 М нолевой НВ квадрат дейді. Кіре ма, кірмей ма? А жауабы. Кіреді. Кіреді. Б варианты кіре ма, кірмей ма? Жоқ, кірмейді. Жоқ, кірмейді. Бұл Менделеев-Клапейрон теңдеуі. С тоже Менделеев-Клапейрон. РТ-лар бардың бәрі Менделеев-Клапейрон. Д келеді. Д келеді. 3/1 ровы квадрат дейді. Келеді. Болды, 3 вариант қабылды, ары қарай енді даже қараудың да қажеті жоқ. Келесі, жалпы, если молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеулерін сұраса, осы үшеуін белгілейміз. А если Менделеев-Клапейрон немесе идеал газ теңдеуін сұраса, онда мінекей Б деген варианттар дайын тұр нәрді. П, Б, G вариант тұр. В общем, солай. Ең басты. Ағай, мұнда П дейтін қысым ба? П деген қысым, Мына белгілегендердің үшеуіндегі ма? Кәдімгі қысым ғой өзіміздің, Паскаль ғой. Келесі сұрақ бізде 24. Электролиттік ваннасы бар тізбектегі тоқшы 1 ампер болғанда 2 минут ішінде электродта бөлінетін алтынның массасын сұрап отыр. Фарадай заңымыз. Бұл енді Фарадай заңы бізде. Фарадай заңы М тең КQ, нүртілердің дауысы әдем шығып отыр, Микрофоны қымбатта просто. Бәсе. Четко шығады да. Айтамадым. Так, осы жер массаны сұрап тұр болды. Тең болады. Күш нәрсе айтын деймін, айтамадым. 2 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі. К не деп айтып жүрік мынау, К-ны? Жақшан ішінде өте К. Константа ғой, ана жақшан ішінде бір. Не деп айтатын екіз оны? Константа. Негіз официальный аталуы жоқ, Больцман емес. Жоқ, қалай еді қазір? Қалай аталушы еді? Электрохимиялық эквивалент. Дұрыс сол. Молодец. Зарина өзім айтпасам болмайтын болды. Дұрыс, электрохимиялық эквивалент деп атайтынбыз. 220-240 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі дейді. А жауабы сөзсіз дұрыс. Өйткені мына бізде килограммен тұр. Грамм деген ол минус 3 болу керек. Ана минус 3 болу үшін алдына 3 тұр қайыруымыз керек. Және де Д жауабы дұрыс тоже. Миллиграмм деген. Милли минус 3, грамм тоже минус 3, минус 6 береді. Мощный 2 варианты беріп қойыпты. Простой варианттар жоқ мына жерде. Кеттік ары қарай. 240 килограммен неужели жоқ? Дәрежемен бермеген екен ғой. Все. М тең КQ, Q-ді IT деп ашамыз. Кит деген форма шығады сонда, Кеттік. Қыздырылған металдардан электрондардың ұшып шығу құбылысы еді. Бұл енді эмиссия. Термоэлектрондық эмиссия. Молодец. Қыздырылған металдардан электрондардың ұшып шығу құбылысы бұл термоэлектрондық эмиссия деп айтылады. Сынама берген 100 сұрақтың ішінде бар осы. Бар ма осы? Бар. Уже қарап шыққан. Бұл 24-ші сұрақ. Келесі 25-ке көшейік. Фокус аралығы 50 см шашыратқыш линзаның оптикалық күшін сұрайды. Линзаға тағы да бір есеп. Бұл жерде енді қарапайым өзінің кішігірім формасы бар, ол 1 бөлінген F деген. Бұл F деген фокус аралығы, 1 бөлінген фокус аралығы 50 см деген бүйірді міндетті түрде айналдыруымыз керек, 0,5 дейміз. 0,5-ке бөлсек, бізде 2 деген сан шығады, 2 ДПТР, то есть 2 диоптр. Енді бұл шашыратқыш линза деп айтылған есепте шашыратқыш деген минус болады.
жинағыш десе осының алды плюс болады. Получается 2 дпт. Енді бұл жерде плюс 2 деген вариант бар екен ғой. Бұл деңіз ма? А деңгейінің есебі деп ойлап отырмын. С деңгейінің есебі екен ғой. Шашыратқыш линзаның оптикалық күші минус 2 дпт болады. Бізде есеп осындай. Яғни мынандай форманы енді білгеніміз абзал болады. Д тең 1 бөлінген F деген. Ол әрине линзаның өзі бастапқы. Бұл жалпы 3 па 4 па формасы бар линзаға байланысты. Солардың ең бастысы бірегейі десек осы. Кеттік ары қарай 26-шы сұрақ бізде нейді. Төмендегі суретте мотоциклдің қозғалысын сипаттайтын координаталық ось берілген. Мотоциклдің қозғалысы бір қалыпты дейді. Жылдамдығы 54 км/сағат. Егер қозғалыс басталғаннан кейін 40 секундтан соң мотоциклдің координатасы суретке сәйкес минус 150 метр болса, онда мотоциклдің қозғалу бағыты мен бастапқы координатасы неге тең дейді. Математикалық сауаттылық есебі сияқты. Физикаға қатысы жоқ қой осы. Жылдамдығын мен уақытын пайдаланып жүрген жолын есептей саламыз ғой. Қараңыздар. Жылдамдығы 54 км/сағат дейді. Бұл 54 км/сағат дегеніміз ол әрине метр секундқа айналдырамыз бұны. Біз сиқырлы 3/6 деген санға бөлетінбіз. 54 3/6-ға бөлсек, ол әрине өзіміздің жатқа бөлетін 15 метр секунд деген сан шығады. 36 жетпіс сияқты. Бұл 15 метр секунд. 40 секунд жүрді дейді осындай жылдамдықпен. То есть 15 метр секундпен ол бір қалыпты 40 секунд бойы жүрді. Получается, ол қанша жол жүрді? S тең V көбейтілген T тең болады. 15-ке көбейтемін мен 40-ты тең болады менде 600 метр. То есть адам 600 метр жол жүрді деген сөз. Получается, бұл явно солға қарай жүрді деген сөз ғой. Солға қарай жүрді. Не үшін солға қарай десеңіздер, ол логикалық тұрғыдан білуге болады, ол солға қарай екен деп айтпай қойғансыз ба сол күйі. Мынандай ғой, 150 метрде тұрды деген ғой. Біраз жүргеннен ол минус 150-ге дейін барды деп тұрды. Осы автокөлік па не, мотоцикл екен ғой. Байцикл. Мотоцикл үшін, велосипед болды. То есть минус 150-де тұр дейді. То есть бұл 600 метр, мына жақтан явно 600 метр жүріп келе алмайды ол. Өйткені бұл жақта 600 метр шықпайды да, мына жерде дұрыс па? Мына жерде 300 метр шығады. Ал ол 600 метр ол мына жақтан бастап қана елу керек болады да. Мына жерде қараңыздар 450 тұр, одан кейін барып 300 тұр, одан кейін барып 150 тұр бізде, одан барып мына жақтан 0 тұр. То есть получается 600 метр сызу үшін біз не істейміз мінекей. Мына жерде бізде 150 кетті, дұрыс па? Мына жерде тағы 150 кетті, мына жерде тағы 150 кетті, мына жерде тағы 150 кетті. То есть 600 метр шу керек қой, мінекей. То есть ол не істеді? Мына 450-дің үстіне тұрған, мына жерде тұрған екен мотоцикл. Бастапқы уақытта ол мына жерде тұрды мотоцикл. И ол не істеді? Жүрді дағыны мына жерден бірақ шықты. То есть мына жер 600 метр. Міне, көрдік па? То есть оңға солға екен табу үшін осындай сәл мидың мына жердегі бір-екі тамырларын іске қосып жұмыс істетіп жүру керек та. Получается, менде А жауабы әрине ол қате. Солға қарай и 400 метр мен дұрыс. 400 метрде тұрған бастапқыда 40 секундтан кейін ол минус 150-де тұрды. Солға қарай 150 метрде дұрыс емес. Солға қарай міне Аш жауабында тұр. 0,45 километр ол әрине 450 метр екендігі айдан анық. 450 метр солға қарай 450 метр. Түсінікті ме есеп? Жалпы негізі мен сіздерге бүгін 2 сағат уақыт арнаймын деп өзім дайындалып келгем. Бізде 1 сағат уақыт өткен екен. Как раз қазір тестті бітіріп болып, жайлап тағы да бір әңгімелесетін боламыз сіздермен. Душа в душу. Душевный әңгімелер. Так, все. 450 метр и 0,45 километр. Үлгермей атсаңыздар, либо қай жері бір түсініксіз болып жатса, айтыңыздар, жазыңыздар, түсіндіріп берем. Сонда түсінбедім ба деп ұрысып бергенсің ба? Сұрай беріңдер, смело. Так, кеттік, келесі. Мен сіздердің менің курсымда алып отқаннан кейін енді. Ондай оңай нәрсе түсінесіңдер ғой, смело. Кеттік, келесі сұрақ. Суретте серпімділік күші модулінің абсолют деформациясы тәуелді график берілген. Серіппелер қатаңдығын салыстырыңыздар дейді. Бұл енді тоже сызбаға қарап былай қиналуы мүмкін, бірақ өте оңай сұрақ деп айтуға болады. Не үшін десеңіздер, ол мынандай нәрсе. Бізде енді бәріміз білетін куб заңы бар, есептің куб заңына қатысты екенін айдан анық. К дельта X немесе К дельта L. Разница жоқ.
Осы жерде қатаңдық табайық. F бөлінген дельта L бола ма бізде? Осындай болады, Енді қараңыздар, мынау жағдайда біз нені байқап тұрмыз? Бұл жерде біз байқап тұрмыз, что қатаңдық пенен күш бір-біріне тура пропорционал екендігін байқап тұрмыз. Файл болып қалды мына стрелка, оң жақтағы стрелка. То есть бұл екеуі бір-біріне тура пропорционал. Күш пен қатаңдық бір-біріне тура пропорционал. То есть күш артса, қатаңдық артады деген сөз. Мен оны тура пропорционал екенін қаяқтан білдім? Ол ортадағы сызыққа байланысты болады. Сызықтың үсті болса, ол тура пропорционал, ал сызықтың асты болса, ол екеуі бір-біріне кері пропорционал деген сөз. Мінекей. То есть күш көбейген сайын, F деген нәрсе көбейген сайын, қатаңдық та көбейеді. Күш 5 есе артса, қатаңдық та 5 есе артады. Енді мынау сызыққа қайтадан оралайық. Мына жерде қарасаңыздар, былай бірінші сызық тұр, и былайынан екінші сызық тұр. Көрдік па? Қай сызық F-қа жақын тұр, соның қатаңдығы көп болады. Мен F наяқта тұр ғой, оған жақыны 1. Получается, қатаңдық осыда көп деген сөз. К1-дің қатаңдығы көп, чем К2-ге қарағанда. Өйткені К2 неге жақын тұр? Ол дельта L-ге жақын тұр. Ал дельта L-ге жақындаған сайын, оның қатаңдығы азая береді деген сөз. Мына бүйтіп созыла берсе, серіппе. Оның қатаңдығы азая береді. Әлсірей береді. Қайттан орнына келе алмай қалады ғой, созылып кетеді, дата созылып кетеді, қайттан келе алмайды. Ал кішкентай ғана пружина болса, ол наоборот тез келіп қалады да орнына, қатаңдық көп деген сөз. Қатаңдық деген сондай бөлшек. Әдемі түсіндіріп берген соң. К1 үлкен К2, ол бізде F жауабында тұр. Болды. 3 есе ма, ол 5 есе ма, оны білмейміз қанша есе екен. Сол үшін тек қана F-ті белгілейміз. 2 есе дегендерге жоламаңыздар. Бұндай жерде жаман айтқанда жоламады. Енді оны біле алмайсың ғой, береді дұрыс па? 2 есе ма, ол 20 есе ма, ол 1000 есе болды мүмкін. 1000 есе деген бір өлең бар еді. Келесі есеп. Индукция, ауданы 800 см квадрат тоғы бар рама жазықтығы. В общем, бізде ампер күшіне қатысты тағы бір есеп келіп отыр. Жоқ, бұл МБАС деген формула емес па, күш моментін сол емес. Дәл өзі. Аудан берілген бұл жерде 800 см квадрат дейді. То есть минус 4 дәрежесі метр квадрат деген сөз. Индукция тесласы берілген 0,1 деп қойық. Индукция векторы 0,1. Күш моменті деген, бұны біз бәріміз жақсы білеміз. Күш моменті деген ол үлкен М. Өлшем бірлігі минус 3 ньютон көбейтілген метр. Бізден сұрап тұр нені? Ток күшінің мәнін сұрап, айды сұрайды. Қараңыздар енді. Жалпы магнит индукция заңдылығы, енді ампер күшіне қатысты формула. Не үшін десек, енді біз ампер күшінің формуласын бағана таныстық. Мен сонымен бір байланыстырып көрсетіп бере салайын сіздерге. М тек F көбейтілген D, немесе F көбейтілген L деген. Мынау формуламен бәріміз таныспыз. Механикадағы күш моментінің формуласы. Осы жердегі F-дің орнына ампер күшін қойсақ не болады? BIL деген, бағанағы айтқан формуласы. Көбейту L болады. То есть L-ға L-ді көбейтсем мен S шығатын білем. То есть мынау метр ғой, мынау метр. Метрға метр көбейтсең, метр квадрат. Ал метр квадрат ненің өлшем бірлігі? Әрине ауданның өлшем бірлігі. Получается, күш моменттің магнетизм тақырыбындағы күш моментінің формуласы BIS болады екен. Астындағы насықты ұмытып кетсең, BTS болып кетеді. BTS. Так, кеттік. Осы жерін айтып сұрап тұр бізден. Тең, жәнде тұрған B мен S-ті астына жібере салай, үстіне M-нің өзін кетіреміз. Тең, M бізде 40 көбейтілген оның минус 3 дейді. 40 көбейтілген оның минус 3. Бөлеміз. B менде 0,1. Көбейтемін S менде 800 дейді. Мен оны 80 деп жазайын. Дәрежесі сонда минус 3 болады. Көрдік қой? То есть сәл алдыға қарай сәл ойланыңыздар. Сол кезде походу есеп тез шығады и примерно оңайырақ шығады. Мына минус 3 пен минус 3-ті мен жоқ қылып жіберем. Мына 0 мен мынаның 0-ін жоқ қылып жіберуге болады. Сонда мына жерде тек 8 деген сан қалады. 48-ге бөлсем 5 ампер шығады. 5 ампер шығады. 5 ампер ма? 5 ампер дұрыс. 5 ампер шығады екен. То есть мен 40-ты 8-ге бөлдім. Сонда 5 ампер шықты. Бұл бізде 28-ші есеп магнетизм тақырыбына байланысты екен, магнит өрісі тақырыбына байланысты екен. Бір популярный, жақсы бір есептердің бірі секілді. Бұл бізде 28-ші есеп. Жазып үлгеріп отырсыздар. Кеттік, келесі сұрақ. 29-ға кеттік. 29-шы сұрақ не дейді бізге енді?
Тұрақты қысымда цилиндрдің жылжымалы поршень астындағы идеал газ 150 кельвиннан 600 кельвинға дейін қыздырылды. Осы кезде газдың көлемі 3 көбейтілген 10-3 метр кубке артса дейді, газдың бастапқы көлемі неге тең? О, жақсысы. Тоже МКТ тақырыбы, молекула кинетикалық теория тақырыбының екінші бөлімі Менделеев Клапейрон теңдеуі. Бұл сабақ барлықтарыңызда доступен, бұл сабаққа қарап шығыңыздар. Не үшін өйткені бұған байланысты есептер көп келіп жүр қазір. Именно МКТ, жалпы молекулалық физика тақырыбына. Қараңыздар енді. Есепте не дейді бізге? Бастапқы температура бізде 150 кельвин дейді. 150 кельвин. Ал соңғы температурасы Т2 тең 600 кельвин дейді. 150 кельвиннен 600 кельвинге дейін дейді, өзгерген кезде, то есть температурасын 150-ден 600-ге дейін арттырған кезде көлем өзгерді. То есть дельта В деген сөз. Тең қаншаға? 3 көбейтілген 10-3 дәрежесі метр кубқа деген сөз. Газдың бастапқы көлемі, то есть В1-ді сұрап тұр бізден. Түсіндік па? В1-ді сұрап тұр. Кеттік. Енді қараңыздар, бұл жерде біз не құруымыз керек? Бұл жерде қатынас құруымыз керек. Жалпы температура менен көлем деген бір-біріне тура пропорционал шамалар. Не үшін десең, өйткені көлем артса, температура артады. Бұл бізде бағана Менделеев Клапейрон теңдеуінен белгілі нәрсе. Міне ПВ тең URT деп жазып қойын. Міне берді В менен именно Т бір-біріне тура жатыр, то есть бір рядта жатыр. Біреу бөлшектің астында, біреу бөлшектің үстінде емес, бір рядта жатыр, поэтому тура пропорционал. То есть көлем артса 3 есе мысалға, температура 3 есе артады деген сөз. Енді қарайық. Егер екі элемент бір-біріне тура пропорционал болса, онда біз формасын былай құрамыз, қараңыздар. Т бөлінген Т тең В бөлінген В. Енді маған не керек? Маған енді В1 по-любому керек, дұрыс па? Значит, мына жерде Т1 жатады деген сөз. Менде дельта В берілген ғой, значит, маған дельта В берілген болса, значит, маған дельта Т по-любому керек деген сөз, да? Осы жерде мен нені жіктеймін? В1-ді жіктеймін. Тең болады менде Т1 көбейтілген дельта В и бөлемін осын дельта Т-ға деген сөз. Получается, Т1 менде 150, көбейтемін дельта В менде 3 көбейтілген 10-3, бөлемін осыны дельта Т-ға. 600-ді қойып қоймаңыздар осы жерге. Не в коем случае 600-ді қойған? Не үшін? Өйткені бізге дельтасы керек. Дельта деген өзгерісі. 150-ден 600-ге дейін қаншаға өзгерді? Ол әрине 450-ге өзгерді деген сөз. Получается, 150-ді 3-ті көбейтсек 450, 450 мен 450 қысқарады. 10-3 дәрежесі метр куб қалады деген сөз екен. И все. 10-3 деген ол бізде так, В жауабында тұр, 0,01 дейді. Одан кейін барып С жауабында тұр. Так, 1 литр дейді, мінекей. Тоже мына жауапты міндетті алыңыздар, окей, 1 литр. Жаурап отырмын ба, өзім. Түсінікті ойна есеп. Жазып алыңыздар. Так, 1 минут. Так, все, кеттік. Келесі сұрақ бізде 30-шы сұрақ. Соңғы сұраққа келдік. Соңғы сұрақ, 30-шы сұрақ. Электронның массасы тыныштық массасынан 2 есе артық болатын дейді. 30-шы сұрақ бізде. Массасы тыныштық массасынан 2 есе артық болатын жылдамдығын сұрайды бізден. Бұл есепте осақ нәрсе берілген екен бізде. Көрдік па? Бар жоғы осы дүние ғана берілген бізде. Мынау жалпы нәрсе есепте почти еш нәрсе берілмеген болып тұр, получается. Еш нәрсе почти көп нәрсе берілмеген. М тең 2 м и жылдамдықты сұрап отыр бізден. Бұл жағдайда біз қандай форманы еске түсіреміз? Бұл 11-ші сыныптың тақырыбы. Салыстырмалық теория деп айтылады. Дененің релятивисті массасының артуы деген форма. М0 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат деген андай бір форма бар. Мінеке, осы жердегі мынау бұны сұрап тұр ғой, мынау бұны сұрап тұр. Мынау бұны неге тең дейді. Бұны шығару үшін мен бұны жіктеу невозможно. Есепті орнына қойын, мен наны М-нің орнына апарып қойын. 2 М0 болсын, тең М0 болсын, бөлемін 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат болсын. Түбірдің астында. М0 жоқ болады. Так, 2 тең 1 бөлінген 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат қалды. Түбірдің астында егер орнын ауыстыр жерейін мен.
Так, 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат болады, тең 1 бөлінген 4 дейсіз мынаны, сразу. Түсінікті шығар, өйткені екеуінің орнына ауыстырған пайданың жаққа 1/2 өтеді, екі жағын квадраттап жібердім мен сразу. Өйткені мына түбірден құтылуым керек қой. Сол кезде түбірден құтылған кезде квадраттаңыз ол түбірсіз қалады, ал мына аяқ квадрат болады, 4 тең 1 болады. v квадрат бөлінген s квадрат тең болады, 1 жаққа минус өтеді, 1-ден 4-тен 1 азайтсам 4-тен 3 болады, то же самое. 1-ден 4-тен 1 азайтса, ортақ бөлім 4-тен 3 болады. 1-ден 4-тен 3 деп жазам. Одан кейінгі мәселе, v квадрат бөлінген s квадрат, то есть v бөлінген s и общий квадратқа алсам мен аны. Тең 3 бөлінген 4 десем. Получается, v бөлінген s тең, енді түбірден құтылатын болсам, ол мына жаққа түбір астап барады ғой. Мінекей. v бөлінген s тең 3 бөлінген, 3 қап кетеді, 4 шығып кетеді 2. И мынау s не істейді? S осын және көбейтіліп барады. v тең түбір асты 3 бөлінген 2 көбейтілген s болады деген сөз екен. Мінекей. Түсінікті ме мына есеп? Түбір асты 3 бөлінген 2 s, міне s жауабында тұр екен. Басқа жауаптар жоқ секілді, басқа жауап жоқ. Мына есеп түсінікті ме баршаңызға? Мощный есеп, өзгеше форматтағы есеп деп айтса болады. Бұл енді біздің 7-ші сыныптағы, 7-ші сынып деп, 11-ші сыныптағы салыстырмалық теория бөлімінің есебі. Мына есепке сұрақ бар ма? Соңғы шыққан есепке сұрақ бар ма, жоқ па? Алло, что-то естілмей жатыр ма? Жоқ, мұғалім. Анау 11-ші сыныптың 3-ші, 4-ші тоқсанындағы сұрақтар кемейді дейді ғой, ол қай нелер болады, тақырыптар? Қайталау сабақтар ғой. Мен дауысым естіліп жатыр ма? Естіліп жатқан жоқ па өзі? Естіліп жатыр. Үндемей отырсыңдар ғой? Түсінбей алған соң. Не болып кетті деген соң. Так. Енді ол 11-ші сыныптың аяғындағы нелер кемейді деп жатыр ғой енді. Олар 11-ші сыныптың соңғы 4-ші тоқсанындағы тақырыптар не ғой? Қайталау тақырыптар ғой. Сол үшін... Все жарайды. Рахмет. Мынау тақырып не? Соңғы жағында тақырып пайда, бірақ енді бұл 3-ші тоқсанға кіреді негізі бұл тақырып. Бұл тақырып әлі де под вопрос негізі, мына тақырып нақты айта алмаймын. Мына тақырып кемеуі де керек негізінде. Скорее всего, бұл тақырып кемейтін шығар бірақ. Салыстырмалық теорияға сұрақ аз келеді ғой негізі. Негізі аз келеді. Сосын бұны вообще келтірмей ақ қойса да, по идее, болады. Нормально. Қазір. Бір нәрсе жібересің. Ағай, осы тақырыпқа тағы да 3 формуласы бар, иә? Иә. Дәл өз. Туйнақта бір нәрсе жібересің, іштесен. Жібер алмай атырмын. Так, все, иә? Бізде бұл соңғы сұрақ бұл 30-ші есеп бұл, иә? Все, біз балды тексере берсек болады. Қазір мен бір не істеп жібере салайын. 1 минут. Ағай, төмен жақтағы нұсқаларын көрсете салыңызшы. Басқа варианттарын ба? Аха. Болды, рахмет ағай. Bir minut. Все. Так, жақсы, бұл жерде
Біз 30 есепті бітірдік осымен. Мен срочно біреуге бір нәрсе бір документ жіберу керек болып қалды. Так, 30 есеп осымен бізде аяқталды. В принципе, ішінде ешқандай жерден подвох, ешқандай жерден қиындық көрген жоқпыз. Зорлық зомбылық көрген жоқпыз. Бәрін белгіледік. Так, белгіледік. Все, бәрін белгіледік. В принципе, аяқтай берсек болады. Бәрі түсінікті болса, бәрін ашып көрсеткен болсақ, біз аяқтай берейік. Тестілеуді аяқтау 3 плюс 3 тең 6 ма? 5 6, 3 плюс 3 тең 6 аяқтау. Тан-тан-тан деген момент бұл. Тан-тан-тан деген. Оппана. 40 балл. Неужели қалай 40 болды? 41 болу керек. Так, осымен бізде тест соңына жетті.